Баршаңызға сәлем. Бүгін біз пельмень, вареники, манты жасайтын жақсы, өте керемет, мәп-майда болып шығатын қамыр илейміз. Ол үшін бізге 1 килограмм ұн керек. Сол ұнға шұңқырлап ортасын жарты литр қайнап тұрған суды қосамыз. Содан кейін 1 шай қасық тұз қосамыз. Әрғаратай 3 столовый қасық сұйық май қосамыз. Сосын бәрін жақсылап тұрып, осындай лопаткамен араластырамыз, өйткені ыстық болады. Сол пока кішкене араластыра бастағанша дейін қамырымыз суиды. То есть суымыз суиды, жаңағы біз құйған. Сол суыған кезде ақырын уже қолмен жалғастырамыз. Қолмен ондап тұрып, илейміз, иін қандырып тұрып. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Міне осындай қамыр болып шығады. Өте тығыз, сондай манты, пельмень жасауға нағыз осы керек қамыр. Бұны жаңағы қыздармен айтқандай, несін пропорциясын жаңағы тура жарты литр қайнаған су, 1 килограмм ұн, 1 қасық шай қасық тұз и 2,5-3 қасық сұйық май қосасыздар. Дәл солай істесеңіздер, сосын тестаны илеп атқанда кішкене былай как будто су жетпей нететін сияқты үстінен су қосып жүрмеңіздер ни в коем случае, потому что онда осындай тесто шықпайды. Сол бар қосқан суыңызбен ондап тұрып, біраз күш керек, ондап тұрып, иін қандырып, илеп, сонда осындай тесто шығады. Бұны қазір енді мен бір жарты сағатқа қойып қоям, бетін крышкамен жабам. Или можете мешочекқа целлофановый салып қоюға. Дем алсын біраз тестомыз. Міне осындай. Сосын әрғаратай уже пельмень, манты жасауға болады. Ал достар, міне бізде жарты сағатымыз өтті. Мен мешочекқа салып қойғам нанымды. Қазір көрейік. Әлі жып-жылы болып тұр. Өшкен қайнаған сумен еткесін. Ал давайте енді бұны кесіп, арасы қалай болып шыққанын көрейік кесіп. Қазір мен кесем. Көрінді ме камераға? Так. Міне, достар, қараңыздар. Осындай сыр сияқты прям мәп-майда сып-сырғандық болып шықты, қараңыздар. Осындай міне өте керемет нан болды. Пластилин сияқты, не қараңызшы, былай да нетем, соғалпы. Не. Ал енді бұл нандарды мен көбірек алдым ғой. Бірнеше дөңгелектерге осылай кесіп дайындап қоямыз. Сосын керегінше жұмсаймыз да, қалғанын морозильникта сақтап қоюға болады. Келесі жолы тағы бірдеме жасасаңыздар. Ал достар, міне мен жаңағы нанымды 5-ке бөліп қойдым. Осындай 5 дөңгелек жасап қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте сондай теп-тегіс әдемі майда болып шықты. Қазір мен керегінше жұмсап, қалғанын морозильникқа салып қоям. Осы рецептпен обязательно қамырды осылай істеп көріңіздер. Мантыларыңыз істесеңізде, вареник істесеңізде, пельмень жасасаңыздар да езілмей жақсы болып шығатын сенімдімін. Сіздерде бәрі қолдарыңыздан келеді, тоже осылай илеп көріңіздер. Каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.